Баршаңызға сәлем. Бір аптадан соң қасиетті Рамазан айы басталады. Бұл күнді асығып күтіп жүргендер өте көп. Рамазан сауапқа кенелетін ай. 30 күнге созылатын бұл уақытта адамдар ораза ұстап, садақа беріп, жақсы амалдар жасауға тырысады. Ислам діні ораза ұстауға шамасы келмейтін кісілерге жеңілдік береді. Яғни кейбіреулері оразаны Рамазан айынан басқа бір уақытта ұстаса, басқалары оның орнына пидия беріп, оразаның ауыртпалығынан босатылады. Құран кәрімде Алла сендерге әр нәрсенің жеңілдігін қалайды, қиындықпен қинамайды делінген. Шариғат бойынша мына жағдайларда ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Достар, алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз дегім келеді. Себебі алдағы салынатын пайдалы ақпараттарды өткізіп алмайтын боласыз. Науқас, мерт болуы, белгілі бір ағзаның зақымдануы, жаңа аурудың пайда болуы және аурудың асқыну қаупі күшейгенде, сондай-ақ білікті әрі әділетті мұсылман дәрігердің кеңесімен ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Дерт өз жанына немесе қайсы бір ағзасына зақым болуынан қорықса, оразасын ашады деп бір ауыздан пәтуа берілген. Алла тағала Құранда науқастанып қалғандар және сапарда жүргендер басқа күндері ораза ұстап орнын толтырсын деген. Жолаушының жолы жеңіл әрі қиындықсыз болса да, оған ораза ұстамауға және намазын қысқартып оқуға рұқсат етіледі. Сапарға шыққан адам ораза ұстаса да, ұстамаса да болады. Мүмкіндік болса, ұстағаны жақсағырақ. Әннас ибн Малик, оған Алла разы болсын, біз пайғамбармен, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бірге жиі сапарда болатынбыз. Ораза ұстаған адам ораза ұстамаған адамды, ал ораза ұстамаған адам ораза ұстаған адамды сөкпейтін деген. Ораза ұстағаннан кейін жолға шықса, оразаны бұзуға рұқсат берілмейді. Жолда оразасын ашып жіберсе, оның қазасын өтейді, бірақ кафарат төлемейді. Жолға шықпай бұрын аузын ашса, кафарат беру керек болады. Қысым жасалу, қамау, ұру, кісендеу секілді жеңіл қысым жасап, өлексе, қан, шошқа етін жеуге немесе арақ ішуге мәжбүрленсе, арам нәрсені ішіп жемеу керек. Ал өлтіру, ағзасын жарақаттау, қатты ұру секілді ауыр қысым жасаумен зорланса, оған оны жеуге рұқсат етіледі. Соған сабыр етіп, сол күйде өлсе, күнәһар болады. Сонымен қатар қатты қысым мен күпірлік сөзін айтуға, намаз және оразаны орындамауға мәжбүрленсе, сенімін жоғалтпаған халде күпірлік сөзін айтса, ғибадатты тоқтатса, діннен шықпайды, күнәһар болып есептелмейді. Бірақ күпірлік сөзін айтпай, ғибадатты орындап, сол күйде мерт болса, сауапқа ие болады. Жүктілік және бала емізу. Жүкті және емізулі баласы бар әйелдер өзі немесе жатырдағы баласы үшін қауіп сезінсе, оразасын тоқтата алады. Бұл мәселенің шешімі тәжірибе арқылы ойдың басымдылығы немесе білікті әрі әділ мұсылман дәрігердің кеңесімен айқындалады. Жүкті және бала емізетін әйел өзінің не баласының денсаулығына зиян келуінен қорықса, оразасын ашып қаза қылады. Ол үшін кафарат төлемейді. Хуласа кітабында да осылай айтылған. Алайда жүкті әйел мен бала емізетін әйел ораза ұстай алса, онда олар ораза ұстауы керек. Себебі Алла тағала ораза ұстаудың өздеріңе пайдалы екенін білесіңдер ғой дейді. Шөл мен аштық. Қатты шөл не қатты аштық өлімге немесе қауіпті ауруға себеп болса, онда оразаны тоқтатып, оны кейін өтейді. Өйткені шариғат бойынша адам баласы өмірін сақтауға міндетті. Құран кәрімде өз қолдарыңмен өздеріңді өлімге байламаңдар дейді. Бірақ денсаулыққа зияны тимейтін аз ғана шөл мен аштықты сезініп, оразаны тоқтата салу дұрыс емес. Кәрілік. Ораза ұстауға шамасы келмейтін кәрі ер немесе әйелге ораза ұстамауға және оны өтемеуге рұқсат етілді. Бірақ ұстамаған оразаның әрбір күні үшін бір кедейді тамақтандыруға бұйырылады. Тәнуир кітабында
Ораза ұстауға дәрменсіз, жасы үлкен қарт кісіге ораза ұстамауға рұқсат беріледі және ол кісі пидия төлейді делінген. Сондай-ақ айықпайтын ауруға душар болып, ораза ұстауға шамасы келмейтін адамның ауруы себебінен оразаның әрбір күні үшін пидия беруі уәжіп. Алла тағала Құранда орынды себептермен оразаны соңына дейін ұстай алмайтындар үшін күніне бір міскін адамды тамақтандыру парыз деген. Хайыз және нифас. Етек кірі келген және босанғаннан кейінгі қаны келген әйелдер ораза ұстамайды, бірақ кейін қазасын өтейді. Айша анамыз, бізден кім хайыз не нифас болса, оған оразаны қаза етіп, намазды қаза етпеуді бұйыратын деген. Балалық және ақылы кемдік. Балиғат жасына толмаған бала және ақылы жоқ адам ораза ұстауға міндетті емес. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жақсы және жаман істерді жазатын періштенің қаламы үшеуден көтерілген. Баладан ол кәмелетке толғанша, ұйқыдағы адамнан ол ұйқысынан оянғанша және ақылдан алжасқан ол ақыл есін жиғанша деген. Ақылынан алжасқан адам өз іс-әрекеті үшін жауап бермейді. Алайда белгілі бір уақытта ғана ақылы ауытқып, басқа уақытта ақыл есі дұрыс болса, онда ол ақыл есі сау кезде ораза ұстауы керек. Ақылы ауысқан кезде ол оразадан босатылады. Оразаны бастап, сосын есінен танған болса, бұл оның оразасын бұзбайды. Бұл пікір қояншық ауруымен ауыратын адамдарға да қатысты. Ауыр жұмыс. Біреудің өміріне жауапты әрі зәру қызмет иелері мен ауыр жұмыс иелері ораза ұстауға шамасы жетпесе, оны кейінге қалдыра алады. Сонымен қатар, елдің қарулы күштері бейбітшілік жағдайдан соғыс жағдайына көшірілген кезде ораза тұту әскердің қырағылығы мен жауынгерлік даярлығын әлсіретуге алып барса, оразаны тоқтатуға рұқсат етіледі. Алайда жұмыс немесе қызметтің ауыр болуына қарамай ораза ұстауға мүмкіндік табылса және оның оразасы өзіне немесе өзгеге зияны тимесе, ондай адамға ораза ұстау міндет болады. Ораза ұстаған адамға дәрі ішуге болады ма? Жалпы, ем қабылдап жүргендерге ораза ұстауды кейінге шегере тұрған дұрыс. Егер ораза ұстап жүрген кезде бірден басыңыз немесе ішіңіз ауырып қалса, ауыз ашатын уақытқа дейін шыдауға тырысыңыз. Ауырған жеріңізді сипалап, уқалап, 30-40 минуттай жатып демалыңыз. Оразаны қай кезде бұзуға болады? Егер басыңыз айналып, көзіңіз қарауытып, бойыңызда әлсіздік билесе, лоқсып, құса бастасаңыз, аяқ-қолыңыз қалтырап, денеңіз дірілдесе, жүрегіңіз қысылып, мазаңыз қашса, әйелдердегі айлық белгі көрінсе, онда ауызды ашуға тура келеді. Дереу дәрігерге тексеріліп, толық ем алыңыз. Жақсылап жазылған соң, қаза болған күндерге ораза ұстайсыз. Сонымен, ардақты оқырман, еселеп сауапқа кенелетін айдан құр қалмайық. Ораза ұстау арқылы жаратушының парызын орындайық, ағзамызды тазалайық, жаман әдеттерден арылайық, артық ішіп-жеуден тыйылайық. Достар, осымен пайдалы ақпаратымды аяқтаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Міндетті түрде оқитын боламын.